Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар және әріптестер. Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы галогендер деп аталады. Және оны мен Ақтөбе Назарбаев зияткерлік мектебінің мұғалімі Ырсымбетова Айман Өмірзақына жүргіземін. Галогендер неге тұз түзушілер деп аталады деген сұраққа ойланып қарайық. Неге деген сұрақты әркім өзі ойланып шешуіне болады. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты галогендер тобы бойынша алған теориялық білімді кеңейту болып табылады. Галогендердің химиялық қасиеттерін оқып үйрену, галогендердің белсенділігіндегі өзгеру заңдылықтарын түсіну және түсіндіре білу, сулы ерітіндідегі галогенит иондарға сапалық реакциялар жүргізу болып табылады. Сабақтан күтілетін нәтиже төмендегідей: галогендерге сипаттама беру, галогендердің орын басу реакцияларын білу, галогенит иондардың белсенділігіндегі өзгеру заңдылықтарын түсіну, галогендер мен олардың қосылыстарының реакцияға бейімділігін болжай білу, сулы ерітінділердегі галогенит иондарды сапалық анықтай алу болып табылады. Бүгінгі сабағымыздың сөздігі төмендегідей болып табылады. Бейметалдар, non-metals, галоген, халоген, галоген сутек, hydrogen halide, сублимация, sublimation, орын басу, displacement, тотықтырғыш, oxidizer. Галогендерге жалпы сипаттама беретін болса, галогендер 7-ші топтың қысқа периодтық жүйедегі және ұзын периодтық жүйедегі 17-ші топтың негізгі топшасының элементтері. Галогендер фтор, хлор, бром, йод және теория жүзінде астатта жатады деп есептелінеді. Бірақ астат радиоактивті элемент болғандықтан сирек кездесетін, біздің практикамызда кездеспейтін элемент болып табылады. Галогендердің қосылыстары. Галогендер табиғатта бос күйінде кездеспейді. Олардың тек табиғи қосылыстарын ғана көре аламыз, біле аламыз. Фтор табиғатта флюорид немесе балқытқыш бат деген түрде, кальций фториді түрінде кездеседі. Ал фторапатит бұл кальцийдің фосфаты және балқытқыш баттың қосындысы. Криолит натрийдің алюмогексафториді. Хлор табиғатта галит, сильвинит, бишофит, карналит, кайнит түрінде де кездесуі мүмкін. Бром табиғатта теңіз суларында балдырлардың құрамында кездеседі. Ал йод сирек кездесетін элемент. Ол да теңіз балдырларының күлінен алынатын, серіктес мұнай суларынан алынатын зат болып табылады. Галогендердің кейбіреуінің қосылыстарын қарайық. Флюорид өте әдемі мөлдір кристалдар түрінде кездесетін табиғи қосылыс. Галит біздің жақсы білетін ас тұзымыздың теңіз суынан алынатын табиғи минералы. Ал сильвинит бұл калий хлориді мен натрий хлоридінің қос тұзы болып табылады. Галогендер грекше тұз түзушілер деген сөзден алынған. Яғни олар металдармен тікелей тұздар түзе алатын қосылыстар. Енді балалар, тиімді жұмыс жасау үшін біз топтарға бөлінеміз. 3 топқа бөлініп, топтық тапсырмалар орындаймыз. Топтық тапсырмаларда бірінші топқа берілетін тапсырма төмендегідей болып өрнектеледі. Көріп отырсаңдар, мұнда Шелленің жасаған тәжірибесі сипатталған. Ол өзінің қара магнезия марганец оксиді қоспасы мен мурий қышқылын, тұз қышқылын ретортаға салып, оның аузына ауасы шар қосқан кезде шардың сары жасыл түсті газға толғандығын және өткір иістің пайда болғандығын айтқан.
бұл қандай газ болуы мүмкін? Ойланамыз, балалар. Енді екінші топқа берілетін тапсырма. 1825 жылы француз химигі Антуан Жером Балар теңіздің тұзды суынан қызыл күрең сұйықтық алады. Алынған затты ол мурит деп атайды. Мурия тұздық деген сөзді білдіреді. Күрең сұйықтық қандай зат болуы мүмкін деген сұраққа екінші топтың оқушылары ойланып жауап береді. Үшінші топқа берілетін тапсырма. Француз химигі Бернард Куртуаның сүйікті мысығы болған. Ол әдетте қожайынның иығына отыруды ұнатады екен. Бір күні түскі ас кезінде шошынған мысық еденге секіріп, үстелдің үстінде тұрған шөлмектерді құлатады. Шөлмектердің бірінде балдыр гүлінің суспензиясы, ал екіншісінде концентрлі күкірт қышқылы болған. Шөлмектер сынығынан көгілдір күлгін бу көтеріле бастайды. Ол біраздан кейін қара күлгін түсті жылтыр кристалдарға айналып қона бастайды. Осылайша Куртуа жаңа элемент ашқан. Бұл қандай элемент? Бұл үшінші топқа берілген тапсырма. Балалар, енді өзара ақылдасып, сұрақтарға жауап іздейміз. Бізге жауап табуға, жұмбақты шешуге берілетін кілт бұл заттардың түстері болып табылады. Түстеріне назар аударатын болсақ, бірінші топта тапсырмаларымызды дәптерге толтырамыз, балалар. Енді біз осы сұрақтарға жауапты мынадай теңдеулер түрінде көрсететін болса. Бірінші топтың тапсырмасында жасыл сары түсті газ, өткір иісті деді. Бұл хлор болып табылады. Яғни алынған концентрлі тұз қышқылы мен марганец оксидінен хлорды алуға болатындығын көріп отырмыз. Екінші топтың мурия деп аталатын зат бұл қоңыр түсті сұйық бром болып табылады. Ал үшінші топта бұл күлгін бу және қара күлгін кристалл, әрине йодтың кристалдары болып табылады. Енді балалар, осы топтарымыз бойынша жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Галогендердің ағылшын тіліндегі аттарына назар аударайық. Фтор, флуорин, хлор, хлорин, бром, бромин, йод, айодин, астат, астатин деп аталатын галоген қосылыстары. Фтор дегеніміз қандай зат дейтін болса. Фтордың атауы грекше фторос, біліну деген сөзден алынған. Фторды алғаш рет француз химигі Анри Муассон фторлы сутекті электролиз деп алады. Бұл өте қымбат әдіс болып табылды. Себебі электролизерді ол платина мен иридийден жасалды. 1 грамм фторға 6 грамм платина жұмсалған. Муассон 10 жылдан кейін осы жұмысы үшін Нобель сыйлығының иегері атанды. Фтор дегеніміз мынау ампулада көріп тұрғанымыздай сары жасыл, ауадан ауыр, өзіндік иісі бар, ерекше белсенді және улы газ. Фтордың алыну жолы Муассонның алған әдісінен өзгеше. Қазіргі кездегі электролизерларға назар аударайық. Қазіргі кезде көміртек анодында фторды алуға болады. Ал катодымыздың ролін болаттан жасалған мынадай ванна атқарады. Бұл әрине арзандау әдіс, бірақ фтордың Муассонның кезіндегі улылығы, уыттылығы, оның зияндылығы әлі де өзіндік қауіп туындыратын зат. Сондықтан фтор дегеніміз өте улы зат дегенді біз ұмытпауымыз керек. Фторды зерттеу барысында көптеген ғалымдардың улану жағдайлары орын алған. Ирландиялық ғалым ағалы інілі Томас және Георг Нокстер фтормен қатты уланған. Оның інісі Томас Нокс уланып қайтыс болады, ал оның бауыры Георг Нокс мүгедек болып қалады.
Брюссельдік химик Лайет пен атақты ғалым Гелюсак, француз химигі Тенар да, ағылшын химигі Дэвидов Тормен уланып біршама зардап шеккен. Тормен тәжірибе кезінде резеңке қолғап пен алжапқыштар өздігінен тұтанады, теріні қатты күйдіреді, ал фтормен тыныс алу өкпенің ісінуі мен адамның өлімін тудырады екен. Хлор бұл да улы газдың біреуі. Хлорды 1774 жылы швед химигі Шелле ашқан. Оны және одан кейінгі хлормен жұмыс істеген ғалым Дэви хлорин деп атаған. Оны грек тілінен аударғанда жасыл дегенді білдіретіндігіне байланысты айтқан болатын. Хлор сарғыш жасыл, түсі өткір, иісті, улы, ауадан 2,5 есе ауыр газ. Хлорды өнеркәсіпте электролизбен алуға болады. Өнеркәсіптік әдісі кезінде әрине арзан шикізат натрий хлоридін алуға болады. Натрий хлоридінің балқымасын электролизге орналастырған кезде одан металл натрий және газ күйіндегі хлорды алуға болады. Енді лабораториялық жағдайда хлорды тұз қышқылынан екі түрлі әдіспен алуға. Бірінші жағдайында марганецтің 4 валентті оксидімен әрекеттестіріп, екінші жағдайда калий перманганатымен әрекеттестіріп, хлорды, газ күйіндегі хлорды алуға болады. Бром. Бұл грек тілінен аударған кезде сасық деген иісті білдіреді. Бром бұл қызыл қоңыр түсті ауыр сұйық зат. Жалғыз сұйық бейметалл. Бромның да улылығы белгілер. Йод, грек тілінен йод күлгін түстес зат дегенді білдіреді. Бөлме температурасында буланып, қайта күлгін кристалға айналады. Яғни сұйық күйге өтпей кристаллизациялану құбылысын сублимация деп атайды. Бұл көп заттардың ішінде тек йодта кездесетін құбылыс болып табылады. Йодты алғаш Куртуаның теңіз балдырларын алғанын жаңа айтып кеттік. Табиғатта йодтың өте көп изотопы, 37 изотопы белгілі болған. Йод сублимациясын кәдімгі лабораторияда өз қолдарыңызбен жасап көрулеріңізге болады. Егер тік шыныда, тік стаканда йодты алып қыздыратын болсақ, және оның бетіне герметикалық жабылып тұратын колбаны немесе қағаз сағат шынысын орналастырсақ, онда қатты кристалдан йод кристалдарды мынадай кристалл түрінде қона бастайтындығын көре аламыз. Бұл жеңіл жасалатын реакция, бірақ йодтың да улы екендігін ұмытпауымыз керек. Енді белсенді бейметалдардың галоген тұздарын балқымасынан алу теңдеуін қарайтын болсақ, балқымадан электролиздеп натрий мен хлорды аламыз дегенді айттық. Келесі әдісте бром мен йодты алу үшін тотықтырғыш ретінде өздерінен активтірек хлорды қолдануға болады. Калий бромидінен хлор бромды ығыстырып шығарады, ал калий иодидінен ол йодты ығыстырып шығаралады. Яғни біз бром мен йодты ала аламыз. Егер біз бейметалдарды аса таза күйде алуымыз қажет болса, онда бұл жағдайда қолданылатын әдіс пиролиз болып табылады. Пиролиз дегеніміз заттарды ауасыз қатты күйдіру әдісі болып табылады. Кремнийдің тетраиодидін күйдірген кезде кремний және йод алуға болады. Әрине бұл йодты алу кезінде де маңызды әдіс болып табылуы мүмкін. Бірақ балалар бұл әдісті екі жақты қолдануға болады. Бір жағынан біз бейметалл кремнийді аламыз, ал кремнийдің таза кремнийдің жартылай өткізгіштерде аса қажет екендігі белгілі. Ал қазіргі кездегі компьютерлік технологиялардың жақсы деңгейге көтерілуі аса таза кремнийді қажет етеді. Міне бұл осындай кремний мен йодты алуға екі жақты қолданылуға негізделген әдіс.
Титанның ядидінен титан мен йодты алуға болады. Титандың біз сирек кездесетін металл ретінде, конструкциялық материал ретінде кеңінен қолданылатындығын білеміз. Бордың бромиді бізге таза бор менен бромды алуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда да бромның бейметалл ретінде маңыздылығы зор, ал бордың біз ракеталық технологияда қолданылатындығын білеміз, және таза бордың қолдану салалары таза күйінде әрине балалар өте маңызды салалар болып табылады. Сондықтан екінші жағынан бром алу әдісі ретінде есте сақтауларыңызды сұраймын. Келесі слайдымызда галогендердің физикалық қасиеттері келтірілген. Галогендер жаңа айтқанымыздай фтор мен хлор газ, бром сұйық, ал йод кристалл зат екен. Олардың түстерін біз айтып өттік. Қайнау температураларына назар аударайық. Қайнау температуралары әрине агрегаттық күйіне сәйкес көтеріліп отырады. Егер фтордың қайнау температурасы минус 180 градус болса, қатты кристалдық йодтың температурасы плюс 185 градус екен. Соған сәйкес балқу температуралары да төмен қарай өсіп отырады. Атом құрылысына тоқталайық. Барлық галогендердің электрондық конфигурациясында 2s2 деп басталатын фторға ұқсас ns2, np5 деп аяқталатын электрондық конфигурация жазуға болады. Бұл жердегі атом радиусының біз топ бойынша өсетіндігін, ал электротерістілігінің керісінше кемейтіндігін, ең электротеріс элементтің фтор екендігін біз бұрыннан да балалар білеміз. Галогендер барлық бейметалдар сияқты металдармен салыстырғанда сыртқы энергетикалық деңгейінде электрон санының көбірек болуына байланысты қосымша электрондар қосып алуға қабілетті. Металдарға қарағанда жоғарғы тотықтырғыш қасиетке ие болады. Яғни электрондардың аяқтауға 8-ге бірақ электрон жетпей қалғаны, жетпей тұратындығы олардың химиялық қасиеттерін ең негізгі анықтаушы фактор болып табылады. 7-ші топтың негізгі топшасының галогендері типтік бейметалдар, оларға тотықтырғыш қасиеттер тән, тотықсыздандырғыш қасиеттер топ бойынша артады. 7-ші топтың негізгі топшасының элементтерінің жалпы конфигурациясының жаңа ns2, np5 екендігін айттық. Енді осы топша элементтерінің электрондық графикалық формуласын қарастыратын болса, онда дара электрондардың бір болуына байланысты және осы дара электрондардың жұптарының даралану аумағының болу немесе болмауына байланысты әртүрлі валенттіліктер мен тотығу дәрежелерін көрсете алады. Мысалы, галогендер топшасындағы фтор екінші периодта орналасқан, оның D деңгейшесі болмайды. Сондықтан фтор әр уақытта электронды өзіне қосып алған кезде тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді, және тотығу дәрежесі тек -1 болады, немесе бос күйіндегі фторда 0 болады. Фтордың тотықтырғыш қасиетінің өте күштілігі сонша, ол суды да тотықтырады. Судан ол оттегін ығыстырады. Суда ол жалындап реакцияға түсе алатын өте актив галоген. Фтордан йодқа қарай тотықтырғыш қасиеті кемиді. Оны біз мына төмендегі кестеден көреміз. Тотықтырғыш қасиетінің хлорда, бромда, йодта азаятындығын көреміз. Осы галогендердегі тотықтыру реакциясы кезінде олардың тотықтырғыш қасиеті галогендердің 2 электронды қосып алып, галогенит ионға дейін тотықсыздануымен қатар жүреді. Яғни тотықтырғыштар ылғи өздеріне электрондар қосып алатын заттар екендігін білеміз. Галогендердің тотықтырғыш қасиеттерін салыстыратын болса, әрине фтордың радиусы
өте аз болғандықтан ол электронды өзіне күшті тарта алады басқаларына қарағанда. Сондықтан тотықтырғыш қасиеті ең көбі осы фторда байқалады. Хлор фторға қарағанда тотықтырғыш қасиеті аздау, бірақ бром мен йодпен салыстырғанда тотықтырғыш қасиеті көбірек галоген болып табылады. Бұл олардың атом радиусының өзгеруімен түсіндірілді. Сонымен фтордың радиусы аз, өзіне электронды ол оңай қосып алады. Ал йодтың радиусы үлкен болғандықтан ол басқа элементтердің электрондарын өзіне нашар тартады. Радиустың өсуін деңгей қабат сандарының өсуімен де түсіндіре аламыз дегенбіз, балалар. Міне йодтағы 5 қабатты көрсеткен суретті көріп отырмыз. Егер біз галогендердің орынбасу реакцияларын қарастыратын болсақ, онда мына суреттегі анимациялық суретте біз өте қызық суретті көріп отырмыз. Фтор ең актив металл ретінде ешкімнен қорықпай міне кіріп бара жатыр, қолында оның жалауы бар. Ал йод керісінше барлығынан қорқамын деген сурет көрсетіп тұр. Енді осы видео материалды қарайтын болсақ. Сонымен балалар көрген видео материал бойынша өздеріңіз қорытынды жазып алуларыңызға болады. Бірақ белсенділікті біз мынадай қатар түрінде жазып үйренейік. Фтор хлормен, броммен, йодпен салыстырғанда активтілігі жоғары, ал хлордың активтілігі фтордан төмен,
бром мен йодтан жоғары. Йодтың активтілігі барлық қалған фтор, хлор, бром галогендерінің активтілігінен төмен. Сондықтан активтілігі жоғары хлор, мысалы бромды, оның қосылысынан натрий бромидінен ығыстырып шығарады. Жаңағы видеоматериалда осы түстердің өзгерісін көрдік. Ақшыл, жасыл түстің қоңыр түске айналғандығын байқадық. Енді осы қарастырған сұрақтарымыз бойынша мынадай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Галоген атауы нені білдіреді? Бұл элементтердің электрондық құрылысында қандай ұқсастықтар бар? Қай галогеннің активтілігі жоғары? Галогендердің активтілігі қалай өзгереді? Міне, осы сұрақтарға балалар біз жауап бере алатындай болуымыз керек. Галоген иондарының бос галогендерге қарағанда тотықстандырғыш қасиетінің болатындығы белгілі. Галогенит иондар ол өздерінде артық электроны бар иондар. Сондықтан тотығу-тотықстану реакцияларында галогенит иондар өздерінен электрондарды бер жіберіп, бос галогендерге айналады. Яғни тотықстандырғыш қасиеттің болу себебі галогенит иондардың табиғатына байланысты екен. Осы галогенит иондар болатын галоген сутектердің тұрақтылығы қандай болатын десек, олардағы қышқылдардың күші қалай өзгереді дейтін болсақ, мына тұрған схема бізге осыны көрсетеді. H-фтор балқытқыш қышқыл деп аталады. Оның тұрақтылығы H йодқа қарағанда әлдеқайда жоғары болады. Балқытқыш қышқыл күші орташа қышқыл, ал H йод күшті қышқыл. Сондықтан қышқылдың күші балқытқыш қышқылдан H йодқа қарай артады. Егер неге дейтін болсақ, онда түсіндірген атом құрылысы мен радиуспен түсіндіруге болады. Йодтың радиусының үлкен болуы фторға қарағанда йодтың сутегі ионын нашар ұстап тұруымен түсіндіріледі. Яғни бұл жағдайда диссоциация өте жақсы жүреді, сондықтан қышқылдық та күш әрине жоғары болады. Галогендердің құрылысын электрондық графикалық түрде көрсететін болса, онда дара электрондардың пайда болуын хлордан бастап бос D ұяшықтарға көшуімен түсіндіруге болады. Мына жағдайда бір электрон дараланады, сондықтан бұл хлордың 1 және 3 деген тотығу дәрежесіне сәйкес электрондық формула болып табылады. Келесі слайдта біз осы хлор атомы үшін 3, 5 және 7 дара электронның болу мүмкіндігін көріп отырмыз. Сондықтан хлордың тотығу дәрежесі ылғи тақ сандарға тең болады. Галоген хлор плюс 1, плюс 3, плюс 5, плюс 7 деген тотығу дәрежелеріне ие болады. Галогендердің химиялық қасиеттері. Галогендердің химиялық қасиеттері төмендегідей. Галогендер металдармен тікелей әрекеттесіп, тұздар түзеді дегенбіз. Бейметалдармен әрекеттесіп, мысалы сутекпен әрекеттесіп, хлорлы сутегін береді. Хлор фосформен әрекеттесіп, 5 хлорлы фосфор түзе алады. Сумен әрекеттесу кезінде тұз қышқылы және хлорлы-лау қышқыл деп ататын хлордың қышқылын бере алады. Тұздармен әрекеттестіру кезінде ығыстыру реакциясы, орын басу реакциясы жүреді. Егер натрий гидроксиді мен хлор әрекеттесетін болса, қалыпты жағдайда, онда натрийдің хлориді мен натрийдің гипохлориді деп аталатын тұз түзіледі. Ал егер қыздыратын болсақ, бұл реакцияны диспропорциялану реакциясы жүріп, хлордың
хлораты және натрийдің хлориді түзіледі. Натрийдің хлориді мен натрий хлориді балалар. Бейметалдардың тотықтырғыш ретінде металдармен әрекеттесу реакциясын мынадай теңдеулер түрінде көрсету керек болады. Бұлардың ішіндегі бірінші теңдеу аса маңызды теңдеу сіздер үшін. Балалар, темір екі түрлі тотығу дәрежесін көрсете алатын зат. 2 және 3 валентті темір болады. Хлор өзінің тотықтырғыш қасиетін көрсетіп, хлормен әрекеттескен кезде хлор оны 3 валентті темірге дейін тотықтыра алады. Сондықтан тотықтырғыштар мен 3 валентті темір қосылыстарын алатындығымызды есте ұстаңыздар. Сутекпен әрекеттескен кезде галоген сутектер түзіледі. Бұл кезде реакцияның жылдамдығы азаяды. Балалар, неге деп ойлайсыңдар? Немен түсіндіреміз? Фтордың активтілігі қандай еді, есімізге түсіреміз. Мынау хлордың әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш көрсететін диспропорциялану реакциясы көрсетілген теңдеу. Хлор өзінің 0 деген тотығу дәрежесінен хлор -1-ге және хлор +1-ге дейін тотығу дәрежесін өзгерте алады. Енді мынау кестеде хлордың жаңағы айтқан 4 түрлі тотығу дәрежесіне сәйкес қышқылдары келтірілген, оксидтері және сәйкес қышқылдары. Бұл жерде хлор +7 деген тотығу дәрежесінде хлор қышқылын береді, +5 деген тотығу дәрежесінде хлорлау қышқылын береді, хлорлы қышқыл, хлорлау қышқылын береді және хлорлылау қышқыл түзеді. Мынау кестеде біз сәйкестіктер жүргізіп көрсетуіміз керек. Қандай заттар түзілуі мүмкін деген сұрақты қарастыратын болсақ. Бұл жерде хлор суда H хлор мен H хлор О түзеді дедік. Бұл хлорлылау қышқыл деп аталатын қышқыл. Хлор сілтіменен қыздырған кезде диспропорциялану реакциясына түседі. Ол осы тұрған реакция. Бұл дұрыс тұр. Ал енді хлор сумен қалыпты жағдайда әрекеттесе, натрий хлориді мен натрийдің гипохлоридін береді. Метан мен хлор әрекеттескен кезде хлорлы метан және тұз қышқылы түзіледі. Ал хлормен әрекеттесуін жаңа біз өнімі ретінде ферм хлорышты атадық. Енді осы сәйкестіктерді сіздерге жүргізуді ұсынамын. Қалай деп ойлайсыңдар? H хлор О дегеніміз қандай зат? H хлор О бұл хлорлылау қышқыл. H хлор О2 бізде бұл хлорлау қышқыл, хлорлы қышқыл. Ал H хлор О3 хлорлау қышқыл, H хлор О4 хлор қышқылы. Сонымен H хлор О4-ке мынадай жазамыз, H хлор О3-ке хлорлы деп жазамыз, H хлор О2-ке хлорлы жазамыз, H хлор Оға хлорлылау қышқыл деген сәйкестік жүргіземіз. Хлорлау қышқылдың тұздары қалай деп аталады? Бұл жерде де балалар сәйкестік керек. А жауабына бірінші, екінші, үшінші, төртінші деген жауаптардың сәйкестігін таңдау керек. Хлорлылау қышқыл бізде гипохлоридтер деп аталатын тұздар. Хлорлы қышқыл бұл H хлор О2 деп аталатын қышқыл, ал оның тұздары хлоридтер деп аталады. Хлорлы қышқыл сонымен хлоридтер және H хлор О3 хлорлау қышқылдың тұздары хлораттар деп аталады. Хлор қышқылдың тұздары перхлораттар деп аталады. Хлорлылау қышқылдың ерекше қасиеттеріне тоқталамыз. Хлорлылау қышқыл бұл әлсіз қышқыл,
оңай айырылады, сондықтан оның тотықтырғыш қасиеті жоғары болады. Бұл жерде хлорлау қышқылдың атомдық оттек беретіндігін ескеру керек. Сондықтан атомдық оттектің ағартқыштық қасиеті жоғары болады, тотықтырғыштығы жоғары болады. Сондықтан тұрмыста қолданылатын белизна деп аталатын құрал кеңінен қолданылатын арзан жуғыш заттарға жататын зат. Дәл осы қосылыс кальциймен де кездеседі. Оны хлорлы әк деп атайды, және ол залалсыздандырғыш, ағартқыш ретінде қолданылатын зат. Мұнда да атомдық оттек түзілетіндігі белгілі. Өндірістік мақсатта көбінесе қолданылатын қосылыс бұл Бертолли тұзы. Бертолли тұзынан хлорды алуға болады, және калий хлоридін алуға болады. Екінші реакцияда Бертолли тұзы тұз қышқылымен әрекеттескен кезде хлор мен калий хлоридінің түзілетіндігін көріп отырмыз. Ал калий перманганатының катализдік әсері кезінде бұл калий хлоридімен оттекке ыдырайды. Катализаторсыз біртіндеп қыздырған кезде реакция барысында диспропорциялану реакциясы жүреді. Калийдің перхлораты мен калий хлориді алынады. Төмендегі реакциядағы тотықтырғыштар мен тотықсыздандырғыштарды көрсетіңіз деген тапсырмаға балалар қалай деп жауап беруге болады, ойланайық. Бұл жерде калий перманганатындағы марганец өзінің жоғарғы тотығу дәрежесінде тұр, сондықтан әрине ол тотықтырғыш болады. Жауап тотықтырғыш калий марганецу 4. Жауап бізде төртінші жауап болады, ал тотықсыздандырғыш бізде H хлор болады. Тотықсыздандырғыш H хлор деген жауапты аламыз. Галогенит иондарына сәйкес тұздардың атауларын біз жақсы білеміз, себебі лабораториялық практикада, мектептегі сабақтарда біз жиі кездестіріп отырамыз. Хлоридтер қорғасынның хлориді, күмістің хлориді, сынаптың хлориді, аз еритін және ерімейтін тұздарға жатады. Осындай ерімейтін тұздардың алынуы хлорид иондарын анықтауда сапалық белгісі болып табылады, сапалық реакцияларда қолданылады. Мысалы, хлорид ионының сапалық реагенті күміс катионы, ал қорғасынның сапалық реагенті ядит ионы. Осы тәжірибені біз видео көрсетілімнен қарайық балалар. Бүгінгі видео тәжірибеміздің мақсаты галогенит иондарына сапалық реакция жүргізу. Бұл фторид, хлорид, бромид және ядит иондары болып табылады. Асылбек, балқытқыш қышқыл құрамындағы фторид ионын қалай анықтаймыз? Фторид ионына сапалық реагент кальций хлориді болып табылады. Оны қосқан кезінде біз кальций фтор-2 табиғи минерал осыған ұқсас флюорид деген затты аламыз. Және біздің тәжірибемізде бақылайтын ол мөлдір тұнба бақылауымыз керек. Я шынымен де Асылбек, сен айтқаның дұрыс екен. Көріп тұрғанымыздай біз мөлдір тұнба алдық. Ал енді басында аталып кеткен хлорид және бромид иондарын қалай анықтауға болады? Хлорид және бромид иондарына сапалық реагент ол күміс нитраты болып табылады. Хлорид ионын алу үшін оған күміс нитратын қосамыз. Ол кезде аргентум хлор ақ тұнба пайда болады. Каухар айтып кеткендей, ақ тұнба пайда болады. Ал егер де бромид ионын анықтау үшін аргентум нитратын қоссақ, ол кезде ақшыл сары тұнба көре аламыз. Мінекей. Асылбек, енді соңғы қалған иодид ионын қалай анықтай аламыз?
Иодид ионына сапалық реагент, ол қорғасын нитраты болып табылады. Оны қосқан кезінде біз тәжірибемізде сары тұнба түзіледі. Кейде бұл тәжірибені алтын көз деп те атайды. Мә, не деген әдемі түс. Енді осы жасаған сапалық реакцияларымызды осындай теңдеу арқылы көре аламыз. Мінекей, басында айтып кеткен фторид ионы, хлорид ионы, бромид ионы және иодид иондарын осы арқылы ала аламыз. Ең бірінші басында көрген мөлдір тұнба, сонымен ақ тұнба, ақшыл сары және сары тұнба. Балалар, сапалық реакцияларды біз байқадық. Сапалық реакцияларда алынатын қосылыстардың түстері келтірілген. Мынадай деңгейлік тапсырмаларды балалар өз беттеріңізбен орындауларыңызға болады. Әрбір деңгейдің өзінің ұпайы көрсетілген. B деңгейі, C деңгейі бойынша ұпай саны және тапсырмаларды көруге болады. Мына жердегі айта кететін бір қызықты жайт, тұз қышқылы мен азот қышқылының қоспасын патша шарабы деп атайды. Ол алтынды да тотықтыра алады. Алтынның 3 валентті хлоридін аламыз. Бұл жаңағы айтқан ағартқыш заттардағы сияқты атомдық оттекке ұқсас, атомдық хлордың алуымен байланысты болады. Мына қызық мәліметті балалар өздеріңіз оқып үйренулеріңізге болады. Мына жердегі патша шарабын қолдануды біз C деңгейіне тапсырмаға бердік. Хлордың қолдану аумағы суды залалсыздандыруда, улы химикаттар алуда, тұз қышқылын өндіруде, дәрі-дәрмектер алуда, қағаз, мата өнеркәсібінде, каучук пластмасса өндіруде қолданылатындығы белгілі. Йодтың қолданылуын біз өзіміз көріп жүрміз, және қосымша айтатын лазерлік технологияда қолданылуын айтуға болады. Енді тақырыпты бекітуге арналатын тестті балалар, бұл жердегі сұрақтар қиын емес, өздеріңіз орындауларыңызға болады. Видео материалды онлайн материалын алып жасауларыңызға болады. Сабақты қорытындылайтын болса, біз бүгін нені үйрендік? Сөйлемдерді аяқтаңдар. Біз бүгін сабақта галоген топшасына периодтық кесте бойынша толық сипаттама беруді үйрендік. Галогендердің орын басу реакцияларын құруды үйрендік. Галоид иондарының белсенділігіндегі өзгеру заңдылықтарды байқадық. Галогендер мен олардың қосылыстарының реакцияға түсу бейімділігін болжауды үйрендік. Сулы ерітіндідегі галоген иондардың сапалық реакцияларын және олардың теңдеулерін жазуды үйрендік. Егер сабағымыз бойынша ой толғаныс жүргізетін болсақ, мына сұрақтарға қалай жауап бере алар едіңіздер? Келесі сабақтарда тағы нені білгіңіз келеді деген сұрақты мен сіздерге мені қызықтыратын сұрақ ретінде қояр едім. Үй тапсырмасы балалар. Бүгінгі сабақта өткен материалымыз бойынша ұсынылған деңгейлік тапсырмалардың бір ретінде мынадай екі есепті ұсынар едім. Және маңызды тақырып ретінде диспропорциялану реакцияларын құрастыруды және теңестіруді мен сіздерге ұсынар едім. Бүгінгі сабағымыздағы қолданылған материалдарды ұсынамын. Бұл материалдардан балалар өз беттеріңізбен үлгере алмай қалған сұрақтарыңызды қарауға болады, және мен ұсынған есептерді өз беттеріңізбен шығарып, жауаптарын осы онлайн сабағының материалдары бойынша салыстыруларыңызға болады. Бүгінгі сабақта назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көп алғысымды білдіремін. Сау болыңыздар.